Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде Жанарсың туғанына дайындық. Әзірлер түрлі печенье, торт, пирог, сондай дастархан қоятын. Пісіріп жатырмын. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Бұл бізде стеганый одеяло пирогы. Сосын енді пісейін деп жатырмын, дайындап жатырмын. Қазір көреміз қандай болып шығатынын. Бұл біздер Ауан деген жігіт, Жанарсың інісі. Аясина, Виргел. Ясикош. Қарындасына тамақ беріп жүр. Молодец. Жанарс деген жігіт. Сен туған күніне дайындалып жатырмыз. Қымбат қызымыз, үйдің үлкені. Інісіне де дастарханға да заттар пісіп дайындап отырмыз. Көмектеседі мамасына. Блинчиктерім күшті болып жатыр. Достар, осымен біздің пирогым дайын, блинчигім дайын, рогаликім дайын. Рогаликтің ішінде вареный сушинка бар, Диповскиймен жасаймын. Күшті, керемет. Ағып кетпейді, андай болып өзінің ұстайды. Блинчик сүтпен жасаймын. Стеганый одеяло торпен жасаймын. Күшті болып шығады дәмі. Көп шығады. Балдар осы жеп бітірді, жарты салды. Одан да жеп. Қанша пісірсең де тоймайды ол. Осылай болса енді дастарханға қоямын. Бізде дайындық жалғасуда. Енді оливье салаттың морковын, картошкасын қайнатып пісіріп қойдым. Енді бізде бауырсақ нанын пісіру керек. Осылай ашып тұр, күшті болып. Осыны пісіріп алуым керек. Бізде бауырсақ дайын. Енді нанын пісіремін бұйырса. Қандай әдемі, күшті болып шықты. Мынау пиццамыз, балдарға арнап пісірейін деп жатырмын. Балдар өте қатты жақсы көреді.